Қараш, мен жездеме. Көзіңе сыймайды, көз тояды ғой біздің жезді оқыға. Алла бере саған ғой жезде қып. Жезде, мұна бір айтады да, мені құшақтамам жерде. Өтіп тұрмын яқа. Мұна егерде дейді, адам өзінің әйелінің жанына тұрса, 10 сауап болады деген ағайындар. Жанына тұрса бар? Өзінің әйелінің қолынан ұстап тұрса, 20 сауап болады деген ағайындар. Құшақтап тұрса, 100 сауап болады деген ағайындар. Бірақ осының бәрін халықтың алдында істесе, ұят болады деген ағайындар. Әбжаппар ағамыздың артынан 150 мың сом ағайындар. Света неге сәл аздау сұрап қойдың ғой, қалтамда көбірек пұл бар еді осы кезде. Енді мынандай Рүстем, Розажан, Алтысбай құда, мен анау сонау Піреке деген жерден келген, мына Розадан туған ағашшы боламын. Мен сіздерге бір әңгіме айтып кетемін, ар жағын өздерім мағызын шағып алады. Дүния бір қисық жол біраңдаған, бақ тайса ерге дәулет құралмаған, күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдерезбе бір аладан деп, бүгін мен Рүстем күйеуіме Роза женім Алладан күдерін үзбей, міне осы бүгін күнге жетіп отыр. Міне келін той, сүндет той, немере той бәрі құтты болсын. Тойларыңыз той қыласын, әрқашан елдеріңізге аманшылықпен келейін. Света женім келсе, 150 мың 200 мың сом жентісі баға береміз. Жоқ, көкем 200 мың емес, жаңа $100 беріп атқан негіз. Жоқ, көке дедім, мен кешке бересің оны дедім, қазір өзімді басып дедім. Кешке қаған нәрсен кешке беремін. Әкеп қойғам жауып жүр. Өйтіп ұра бермеңдер, мен әкеп қойғам, келіп тұрып бәрі. Аман болыңыздар, сау болыңыз. Ойбай, братжан, микрофон берсең болды, орынға жайғаш, брат. Өтініш 5 ер адамды айтыңыз. Бір 5 ер адам. Ал. Жоқ, сіз айтпай тұрыңыз. Өз шешінде бір мәрте өз шешісі қатайы. Өз айтсын өз жерде. Сүндет. Үштөбе әр Қазақстаннан кел. Рахат аға, келіңіз ортаға. Бол. Өзін бас. Ана 150 мың үстіне қосындар осы көкем оқытып келейін бар ағайындар. Көке жайыңызға тұрмаңыз. Және 2 адам. Ерлер жағына бір қошеметтеп қой ағайындар. Ал енді біздің анамыз, Роза анамыздың жағын кім қорға теңген? Еркем деген кім? Еркем. Еркесі келіңіз ортаға. Екіншісін шақырады тәттігіне кейіпке. Екеуіңде керек маған жасырайын есіне. Екеуіңде керек маған жасырайын есіне. Екеуіңде керек маған жасырайын есіне. Екеуіңде. Ал қанекей, өзімізді бір кішігірім таныстырып отырайық. Қай жақтан келді және кім екенімізді айтып өтейік. Атымызды айтамыз. Мақпал, Астанадан келдім. Нағаш әпкесі айт. Астанадан келіп отыр келгендер. Астанадан ат тереп келген құдашамызға бір қол соғып қошеметтеп қояйық қанекей. Жаймен құдаңыздың бажасы атының сұлтан. Темір жолда істеймін. Көкем темір жолда істейді екен. Ана ұрып жібетін аға бар ғой. Осы екен көкем. Сіз кім? Рүстемнің женшары. Зарапшанның. Не жұмыс? Қарауыл охрана. Майо. Мынау маған айтады да? Тамада мықты кене. Сен музыкант, тыныш тұрсай. Мынау маған айтады да? Әңгімең бар ма дейді, мен қасына билет шатадам, сосын сөйлесем сен бақай ма? Давай. Атым Рахат. Джеки Чан. Өрістемін жездес болдым. Жұмысым енчес пішпен. Сізбен сәлі ойланып әзілесеміз. Атым Ерлан. Нағашым. Шофанмын. Көкем шофан екен ағайындар. Шофан дегенді сіздер өйтіп қарамаңыздар. Қазір осында тойхананың бастары шофан ағайындар. Джеки Чан. Есім Сүндетбек, Тараздан келдім. Жұмысым вақтыбей жұмыс. Басына ана Клейр деген шампонның еш шықтыр да? Осаулеттің келіні боламын. Стоматолог қамшырасы. Әпше, стоматолог екен, сізбен тек тойда жолығайық. В общем, бәнзада көрсек бізді қуып жіберген әпше. Осы Рүстем ағамның ең кішкентай қарындасымын, атым Үрбия, темір жолда істеймін.
Әпкемді темір жолда істеген, күлімдесе келбетінен ай көрінген, аумайтын абай сүйген әйгерімнен, кешегі төлегендер ғашық болған, менің үрбе әпкемнің қыз жібектен қай жергем деп қолса қошеметтеп қойған. Жаным әпкем, өзім жиенім ғой, айтыңыз кән. Мен Розаның сіңісі болам. Магазин продавец. Магазин бизнесмен. Тадбіркор ма? Мен Қазақстанда тадбіркор демейді, бизнесмен дейді олар. Доллармен сөйлейтін көкемдер ғой. Жалпы менің салтанат әпкем қандай еді? Анамнан кейінгі ару әлемдегі қазағым тек көркі барды сұлу десе, ақылымен көркі жарасқан салтанаттай әпкемді ару деді ағайындар. Айнұр, Жасланның жеңгесі болам. Бақшада медсестра болсын. Сізбен бақшада күнде кездесек сізбен ана стоматологтан қорқып атым қасына жақындауға. Сіздер орныңызға жайғасыңыздар. Ал, келіңіздер мына жерге ерлер, әйелдер араласып, бір домалақ қылып тұрып алғанда, мен музыка тоқтаған кезде 3 адам құшақтап қалады. Қап кеткен адам мойнынан шығып кетеді ағайындар. Ендеше түсінікті ма? Ойын басталды ағайындар. Ал, кетті музыка. Ой. Біреуге шығыңдар енді сендер ғой. Кімді сатасыңдар? Әпке, кім өз еркімен шығады? Маяқтар үшеу болып тұр екен. Даже мына көгімді бірі ұстамаған. Шығасыз ба? Гүлзира әпкемізге қол соғып қошеметтеп орнына жайғастырып қойғандар. Сапыда құрмайсыздар ма апаларыма? Бір. Міне ойын түсікті. Айналып билейміз, ойынымыз әрмен қарай жалғасады. Кетті музыка ғана кей. Екі. Жаным көкем, бұндай бақыт саған бұйыра бермейді ғой, братан. Екі қыз саған таласып алды ғой мыняқта. Сұлтан Сүлейман несібем деп қояды ағам. Әпке, билеп орнымызға жайғасамыз. Кешкі пресі өзіңіз алып тұрсын әпсіп. Ал, кетті ғана кей, келесі музыка. Біреу, мына екеуін айтам бе. Мына көкем мынаны түсікті ғой, бұл әйелдерді құшақтап атыр ғой. Мына екеу осылша қысып бір-біріне жабысып бұрады қойындар. Бесеу, давай, братан! Братан, давай! Ё-майо, мына қарасай сені. Сен менімен разбор дегені, мен сенімен разбор түспейм аға. Мен қорқайын сенден. Есімдеріңіз кім еді? Есіміңіз? Мен жиені, Манат ағам. Рахат ағамыз бен Манат ағамызға қол соғып қошеметтеп қойғанда орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Нешеу қалдық? 6 ма? 6. Кетті қане музыка, ортаға бедейік. Екеу. Алтаусыңдар ма не? Сіз жақ қаяқтасыз санаған кезде жоғасыз ғой. Жер жұтып кетті ма, не болды? Баққа басынан баста ғой. Тоқта, бұдан болмайды деген. Үшеуміз керекті. Үшеуміз бір-бірімізге жұп тауып алайық осы жерде. Үшеумізді біреу-біреу билетеміз. Кім бірінші орында қалатынын білеміз. Апа, кеңіз көке. Біздің сүндет құдамыз, тараздан ат терлетпеген құдамыз. Аз үшеуміз енді жұп боп билейміз. Бірінші орынға, екінші орынға, үшінші орынға призімізді сол кезде береміз. Ортараға кеп, көке кеңіз. Мына көкем бүгін приз аладауын дегізі. Кім қатты билеп атқанына мен белгілемеймін, мына халық белгілесін ағайындар. Көкем қандай билеп атыр ағайындар? Ерлан Нағашты қандай билеп жатыр ағайындар?
сонау Тараздан келген Сүндет құда. Ал ағайындар, тойымыз кешке де жалғасады. Бұл приз соң емес. Келесі кешке тағы тойымыз бар. Ал Ерлан құда, кешке призі өзіңіз алып тұрсыз. Маңыз, мына приз сізге. Ортаға келейік. Келесі ән осы шешуші сәт осы. Ал кетті қанға, жібер музыканы. Кетті қанға! Мына көкем ап тұр негізі. Ол шыққан кезде ол белгілі болған уже. Егер тапсаңыз сізге приз беремін. Сізге сұрақ беремін ғой, жұмбақ. Жауап тапсаңыз беремін. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау, жұмыртқа ол не? Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау, жұмыртқа ол не? Тұқып сарысы. Жұмбақ. Әпкемізге және нағашымызға бір қосып қошеметтеп қоймаймыз ағайындар. Ladies and gentlemen, in the Zafarabad city, Zarafshandan kelgan Qudamiz bugungi birinchi o'rinda ағайындар. Bugungi prizni qizdirgan jandarga bir qo'l so'q qo'shimette qo'ying ағайындар.